Осыдан 300 жыл бұрын айтып кеткен Мөңке бидің болжамы. Азарсың жұртым азарсың. Азарыңның белгісі. Құрамалы қорғанда үйің болады. Айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ. Ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бедірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Ішкенің сарсу болады. Берсең ит те ішпейді. Бірақ оған адам құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады. Ит пен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатының болады. 300 жыл бұрын айтып кеткен Мөңке бидің болжамы. Ақыр заман кезінде көлдің суы бітіп, табаны қалар. Жақсының атағы кетіп, азабы қалар. Әулиенің аруағы кетіп, мазары қалар. Адамның жақсысы кетіп, жаманы қалар. Сөздің маңызы кетіп, самалы қалар. Сөйтіп, ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Табалдырықтан биік тау болмас, туысқаннан мықты жау болмас. Кер заманның кезінде су тартылар, танаменен торпаққа жүк артылар. Ар-ұяттың бәрінен жұрдай болып, қарап тұрған жігітке қыз артылар. Кер заманның кезінде домалақ-домалақ дәрің болады. Жастарға билігі жүрмес кәрің болады. Ертеңіне сенбейтін күнің болады. Бетіңнен алақ түсетін інің болады. Алашы бар тілің болады. Дүдам алу дінің болады. Халықтың қанын сорған жамандар болады. Қабағын түйіп қойып, қайыр сұрайтын адамдар болады. 300 жыл бұрын айтып кеткен Мөңке бидің болжамы. Әйелің базаршы болады, еркегің қазаншы болады, жылқы жылдыз болады, қой құндыз болады. Кебір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі, көл теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді, ашшыны ашшы демейді, тапқанын олжа дейді. Алхан білгенін молда дейді, бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көршіге кірмейді, сарылып келіп тосады, құны жоқ қағазды судай шашады. Заман ақыр боларда жер тақыр болар, халқы пақыр болар, балалар жетім болар, әйелдер жесір болар, десем дейтін кесір болар. Бас қосылған жерлерде әйел жағы ден болар, жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар. Орай салып бастарын жалпылдатып, шаштарын тақымдары жалпылдап, емшектері салпылдап, ұят жағы кем болар. Сөйткен заман кез болса түзелу қиын болар. Мөңке бидің Мөңке бидің қорқынышты түсі. Мұны қай түске жатқызарымды білмеймін, бірақ оның шешуі мынадай. 40 ат дегеніміз мұсылманның 40 парызы орындалмай қалатын заман болады екен. 30 аттың бәйгеден келмей қалатыны, 30 күн ораза ұсталмай қалатын заманның келетіні. 5 аттың 4-еуі келмей 1-еуі келген. 5 уақыт намаз қаза болып, оны біреу оқып, біреу оқымай кететін кез болады екен. Қасқырдың шыққаны кісінікін тартып алып, ұрлап жейтін зорлықшыл заманның туатыны шығар. Түлкінің шыққаны, алдаушы мен арбаушы көбейетін, түлкідей бұлаңдаған заманның күтіп тұрғаны шығар. Қоян шыққаны ұрпақ үрейленіп өсетін, көлеңкесінен қорқып жүретін заман болар. Маған түс жортқандарыңыз қате болды. Күндердің күнінде әйел билеген заман келеді. Ол заманда әйелден ұят кетеді, еркектен намыс қашады. Менің 3 рет шақырғанда әрең келуімнің сыры осында.